Bir oş pişirуші 5-10 minutқа ғана көршедегі қабаққа кіріп шығам деп, ашханадегі кәтлит болашақ итлеріне тышқан көшеден сақларға мәшіні қалдырған еді. Bir zaman oş pişirуші қайтып кірсе, не көзі білен көрсен, иденде бәліш түптері, қаз бұтлар аунап ята. Қарауылшы мәші пұшмақтан мұраулап, мияулап, пішкен үрдекні ашап ята. Oş pişirуші қайшуына шыдай алмай, мәшіні ұрыша-ұрыша вәғаз оқырға кірішті. Ей, атсыз! Сен бұл әшәкілігіңнен соң кішілерден гіне түгіл, хатта диварлардан да ұял. Шушы күнге қадар сенің изгілігің, сенің тоғырылығың мәселелердегіне сөйленейді. Енді барша кішілер сені яманларлар. Ол мәші бұзық. Аш бүріні абзарға кірту ярамаған шекілді ол мәшіні ашхананың қапқасынан да кіртірге ярамай дерлер. Ұятсыз екенсің деп соқыранды. Мәші ise вәғазіні тыңласа тыңлай, тыңламаса yok, хаман өз ішінде еді. Аш пішіруші де хис сөйлеп тоймай. Вәғазләрінің исабы yok еді. Ол вәғаз сөйлеген арада мәші тігі пішкен үрдәкні тәмам еткен еді. Әмма достар, ит сақлауыны мәшіге қошқан аш пішірушіге ақмақ демей не дейсің? Көп мүгіне вәғаз оқыса да, көп мүгіне ақыл сатса да, боласы іш болған. Бұл шырақта мәшіні ұрышудан мәғіне yok. Аңа ғайыпны өзіннен ізлерге керектір. Dünyada сақал миы өсмей тұрған кішілеріне көсе деп ерткенлер. Шундай бір кіші бір байда қызметші болып тұра екен. Оның исімі де көсе болған. Жирен сақалы бұл бай сәбәплі-сәбәпсіз қызметшілерінен күлерге яратқан. Бір вақыт ол көседен күлерге ойлаған. Неге сақал үстірмейсің сен? Мүсілман кішісіне сақал миық фарыз деп ауызын ерған. Көсе аптырап қалмаған, өпкелемегенде. Ғайып мендәдір. Сақал үлешкен жерге вақытында барып жете алмадым. Мен барғанда қара сақаллар бітіп, жиреннер гіне қалған еді. Жирен сақал үйретушілерінің мәнсізлігі, тұманалығы іліктен мәғлім. Шуңа күрә ол түске көңілім тартмаға деп жауаплаған. Байның бұл сөзлерге бек ашуы келген. Тек алайда сыр бермеген, әмма ішінен қар вақыт үш алу турында ойлап жүрген. Оңғайлы вақыт күткен. Һәм ол вақыт жеткенде. Көселер мұнша яратмай. Чөнки ісіде yüz битлері піше. Бұл хақта біліп алған бай мұнша яғарға қошқан. Көсе ise байның хайласын алдан сезінген. Мұншаға алданырақ барып, орталыққа кіріп қалырлық етіп, екі қотлы ишік ясаған. Міне мұнша үлгірген. Бай башта көсеге мұншаға барырға юынып шығарға бұйырған. Екінші бір қызметшісіне көсе кіріп кетуге мұнша ишігін нықлап беклерге қошқан. Дегесі шолай ішлегенде. 3 сағат ұзғаш мұншадағы көсені қарап келерге болғандар. Қызметшілер барып ишік бегін ашыққындырып та жібергенлер, битлері алсуларынан көсе елмайып, күліп келіп те шыққан. Рахатлықтан нешлерге білмейді. Бай иса ашуынан боғыларға жетішкен. Мұншаны жетерлік яққанларым екен деп текшіріге кеткен. Ол кіріп кетуге көсе ишікні беклеп қойған. Мұнша ай-хай қызы болған. Байның бүтін тәне қызышқан, хәтті сақал миықлары, қаш кірфіклері киіп біткен. Шулай етіп ол өзі де көселер қаліне түшкен. Достарым, ертен күлсен кішіден, кеш күлерлер өзіңнен деп, юққа ғана айтмайлар шул.